Сосын кешке қарай мен айттым, мен бүгін аға кетем, неге үйге шетке кетем деп. Айтады, мен де кетем дейді. Айттым, шошып кеттім, ойбай, сіздер қалмайсыздар ма? Неде әр жұмыстарыңыз бар ғой. Жоқ, маған мен әрі қарай Ақтоғайға баруым керек. Шетте сенің үйіңе барып, сені көріп, туыстарыңды көріп, сөйтіп қайтамын дейді маған. Мен жоқ, ойбай, бізде мен ағаларым деген қызғаншақ болғанда інім деген біз жақ маңайымыздан бір жігітті көрсе, бүкіл ауыл деген қашатын. Жоқ, біздің жаққа баруға болмайды. Мен еще жаңағы ауылдың бірінші не болып жүрген бәрі білет, ол жерде бөтен бір көрсе, одан тіпті зәріп кетті. Сосын айтады, жоқ, мен сенімен кетем дейді. Жоқ, мен бар онда тез-тез немді жинап алып, өзіміздің балаларменен нөміріме неге кеттік, пойызға кетсем, пойызы да алдында тұр вагонның. Мен айтып, сіздер қалмайсыздар ма жұмыс? Жоқ, жүрсін, осы жақта шаруаларды бітіреді, мен сенімен бірге барамын. Уже билетті алып алған, содан екеуміз пойызда бірге бардық. Таң атқан сонда ресторан бар, вагон ресторан. Соның ішінде тамақ таң атқан шықтаған жоқ, біз әңгіме айтып, ол өзінің өмірін айтты. Енді маған ештеме нетілген жоқ. Сол кезде ол 25-26 жаста. 26 жаста, мен 22 жастамын екеуміз. Содан жағырыққа кеп түстік, сосын мен айттым, аға әрі қарай болмайды дедім. Мен ауылда бәрі біледі, бізде өте қыздарға өте қатты не деді. Әрі қарай болмайды дедім. Сосын жоқ, мені қазір Ақтоғайдың машинасы тосып алады. Сол машинамен менімен бірге барасың. Мен айттым, ойбай, мен жоқ, бармайым. Барып жүгіріп барып ауылдың несі бар, андай пазик автобустар болады ауылдың арасында. Соған барып елден бірінші барып отырып алдым. Енді автобус жүрмейді. Уже кісілердің бәрі мініп алған, автобус жүргізбейді. Бір кезде неден хабарлайды ғой, недерден бір кісілер нетіп кеткенде қалай жүр, содан хабарлап тұр, осындай пойыздан түскен, фамилиямен, аты жөнім, осындай кісі, осындай нөмірлі машинаға отырсын деп. Мен бүкіл ауыл басын көтере алмаймын. Айтам, жоқ, саған машина келіп тұр, төс деп, мен түсіріп жүрдік бұл автобустан. Сен андай газель автобус, не ғой деп, қазір газелдер. Соныменен ауылға бардым. Мен енді үйіме барам, мен айтам, ойбай, мен папам өлтіреді. Жоқ, бармаймын, мен сыртынан көрем, алыстан түсіріп кетем, бармаймын, ондай немеспін. Деп, мені сол жерден үйдің маңайынан түсіріп кетті. Бірақ сол 9 майда сол мені ақыры үйге келем дегенде, ол сол үйге, біздің үйге ақыры келіп тынды. Мен соны айтпаппын және де. 9 май күні ол Жезқазғанға самолетпен ұшқан, содан Жаңарқаға барады Бекболатқа. В общем, Жаңарқада екеуі кездеседі, Жаңарқаның бәрі Ерікті жақсы көреді, Бекболаттың мамасы өзімнің бір балам деп Ерікті жақсы көретін. Өзінің баласын да жақсы көрді, өте жақсы кісі болды. Сонда барады, сосын айтады, біз неге барайық, шетке барып кетейік. Мен как раз марттың кезінде барып қыстық етікпен барғамда, сол одан кейін жаз шығып кетті, осенний етік киіп, қыстық етігім Жаңарқада қалып қойған. Олар сылтаулаған Нәсіпжанның етігін апарып береміз. Содан культурадан ол кезде не деген, Кубан деген автобус болып жүрді ғой, әлгі культураға беретін не үшін андай нелер болатын. Меңгерушілер бар, кәдімгі өзіміз сонда істедік қой, культурада. Сондай автобус жалдап алады. Оған афиша не бар, Шыңғыс Айтматовтың қай пьесасы құдай-ау. Бір афишасын жапсырып алған спектакль ғой. Содан ішінде Ғалым Жайлыбаев, Ерік Бекболат, Қайрат деген әнші болған Жаңарқада, бар енді жас бала. Сол шофері бар бір орыс, қазақтың жігіті. Сосын Ермек Омаров деген Игілік Омаровтың баласы, ақын. Сол бар. В общем, 7 жігіт есімде. 7 жігіт біздің үйге кеш батқанда Ақсабақта сау етіп түседі. 9 май күні. Мен ұйықтап атқам, ертең бір 9 май күні андай вечер жүргіземін да, ветерандарменен. Ерте басымды жуып жатып қалғым, таңертең ерте тұрмын. Сіңілім айтады, Бекболат келіп тұр деп. Шошып кеттім. Қарасам қасымда Бекболат тұр. Кетті. Не ол? Тез тұра салып киініп барсам, ештеме демейді. Автобус тұр, целый бір үлкен автобус тұр. Барсам, жарық етіп, полный автобус толып отыр. Шошып кеттім, біз келіп қалдық, сені көрген, ол болмайды, сені үйіңді көрем деп. Менде зәре жоқ. Енді қорыққанда бізде ондай қыздар өте қатты нетеді ғой. Сөйтіп, содан не істеймін деп келіп тұрған кісілерге. Айттым, енді жол шығыңдар, мама мен папама енді өтірікті соғып жатырмын. Сондай нелер, Жаңарқаның ақындары осындай пьеса мен Шыңғыс Айтматовтың несі мен жүр екен.
мынау неде өздері рөлдерді бөліп алған еще. Мына шет совхозына концерт қоюға, спектакль қоюға келген екен, содан менің етігім жаңарқада қалған, соны әкеп тастаймыз деп соғыс. Енді бір-біріне қаспайды әйтеуір. Сонымен сөйтіп, енді ондайды көрмеген біздікілер әрине кісіге жоғары шығыңдар. Бәрі түрге шығып кетті. Мен дір етем, айтатын сөз жоқ. Сосын үлкен әпкем бар, қонаққа кетіп қалған. Соны шақыртып алдым. Бақытжан ойбай тез келіндер үйге кісі келіп жатыр деп, енді ауылды сол нетіп жататын. Апа жездем келіп, үйдегі қой сояйық дейді. Жоқ, ет болса, енді папам мен үлкен кісі қой сояп сразу. Сол холодильникте ет бар екен, соны асып. Содан папам ұйықтап жатқан, папам тұрды. Сосын қай жақтан баласысыңдар? Сосын Бекболатына да шетте жырқ күле береді ол. Бір күлегіш болатын, өте қатты күлегіш болатын. Айтады, мен өзім шымшылап тастадым дейді ғой, өзін-өзі күлмес үшін шымшылды. Бала ғой енді, мен 22-де болсам, ол 19-дағы бала, 19-да ғана екен Бекболат. Ерік 26-да. Ғалым Жайлабаев сол еріктікпен жасты өтірек 57 ма олар. Сосын таныстырып жатыр жаңағы, мынау ұмытып қалғанымды қарашы, қазір өзі қанша уақыт өтті, жаңағы рөлдерді бөліп алған осындай шыңғыс айтып жатты. Несімен жүретік, осындай деп. Сосын ерікті іште өздері айтқан, сен күйеу боласың, аяқ жақта отыр деп, аяқ жақта отырсың. Ерік төрде отырып жаратын. Содан біздің үйде таң атқанша ет жедік, шай ішіп, өлеңдер оқып, кезек енді ақындар тоқтайды ма? Шабытқа кіріп алған Бекболат өлең айтып, ырза болып, сосын таңертең таңғы 7-де олар кетті.